Криптон. Anlaşım. Kara, hani beri gel. Kara, ер соңымнан. Anlaşım. Жаңағы кеме Арго Сити жойылды. Бірге миллиондаған адамдар да. Бол бастамасы. Брейнек планетамыздың ядросын бұзды. Криптонның шаруасы бітті. Сенің жоспарларың ше, қандай да бір амалы болу керек қой. Сондықтан біз осындамыз. Космостық кеме? Сенің жасап жүрген жұмысың осы ма? Джорел ағаң жаңа планетаны тапты. Брейнек онда жете алмас. Және туыс бауырың Калел үшін осындай кеме дайындады. Бірақ Калел, әлі тым кішкентай ғой. Сондықтан сен оны қорғауын керек. Біздің әдет ғұрыпты үйретесің. Мен тәрбиелеуім керек пе? Ал сен ше? Жоқ. Сені тастап кете алмаймын. Өтінем, мені мәжбүрлемеші. Кара, мен сенімен кете алмаймын. Бірақ сен ешқашан жалғыз болмайсың. Сен Эл әулетінің тумасысың. Үміт әулетінің. Осы сөзім есіңде болсын. Ешқашан үмітіңді үзбе. Қане мін. Әділетсіздік. Екінші бөлім.
Қаншама жылдар бойы сатқындықпен күресіп түсінгенім, әрбір жауыз өзін қаһарман санайды. Суперменде ерекшелік болған жоқ. Джокер оны есірткідей болады. Жүкті болған марқұм әйелі Лоистың қазасын көтере алмай, Метрополисті жойған бомбаны қосуға мәжбүр болды. Супермен Джокерді өлтіргенде жасаған ісін мен жақсы түсіндім. Бәріміз түсіндік. Және ол артқа қайта алмайтын жолақтан өтті. Солайша ол өзіне және әділет әскеріне жаңа мақсат қойды. Қандай жағдай болмасын, қылмыс басталмастан бұрын тоқтат. Бірақ бұл өзге ниеттер оны озбырлық пен зұлымдық жолына түсіріп жатқанын мүлдем түсінбеді. Осылайша біздің сүйікті қаһарманымыз ауқымды мәселеге айналды. Бірнеше жыл бұрын Супермен Архем түрмесіне қылмыскерлер не істейді екен? Олардан асқан азын жоқ емес пе? Олар оны өлтіргісі келеді, Демиан. Тәртіп орнату үшін осы дұрыс сияқты. Адам өлтіріп тәртіп орната алмайсың. Супермен мұны түсінбейді. Ол қайғырып жүр. Оның жарасын тек уақыт емдейді. Ал жақсы, егер жарылыс көтемде болып, Джокер сенің ұлыңды мен өлтірсе не істер едің? Өзім де біліп едім. Басқару құрылғысы істен шықты. Біз өңірге кері қайтармақшы. Секіруге дайындал. Атқан оғыңмен ескерту жасағаның ба? мен сендерге себепсіз шабуылдамаймын. Шабуылдауыңа тура келіп тұр. Бэтмен, менің достарым Метрополисте тұрды. Starfire, Best Boy, енді бәрі о дүниелік. Тағы қайталанбас үшін мен бәріне де дайынмын. Ашуға бұлығуың орында, бірақ бұл білгеніңді істе деген сөз емес. Әділет әскері ешкімді өлтірмеу керек. Сен түсінбейтін шығарсың, бірақ Супермен қатты қателеседі. Ауада қалқып үйрен. Иә, бәрі дұрыс. Хәлім сұрағыңа рахмет. Кеттік. Демек, адам өлтіргің келмейді, бірақ ұрып соққан дұрыс. Жүктер тұрған жерді тексер. Көмектесуге келдің, Брюс. Иә, мұнда Кларкпен сені үлкен қателіктен арашалау үшін келдім. Мұны ешқайсымызды қалаған емеспіз, бірақ Джокер мәжбүр етті. Метрополис әлемді өзгертті. Енді біз де бірге өзгереміз. Бірақ бұлай емес. Мені бірден бір түсінетін жан сен деп жүрсем. You're getting shut down. Don't be so sure. Сенің аузыңнан шындықты естігім келеді. Қайда ол?
С корпусы. Оны тастама. Ол саған мұқтаж. Сондықтан мен мұнда келдім. Док, бізді қайда алып барасыңдар? Не істемек ойларың бар? Мән жайды түсіндірмейінше мен ешқайда да кетпеймін. Қане, тұр орныңа. Жылдам. Екі минут. Бұған жол берме, Кларк. Қабылданған шешімді енді өзгерте алмайсың. Мына ұрылар, қаскөй, адам өлтірушілер тура Джокер секілді. Басты мәселе ақиқат пен әділет үшін күрестің ешқашан соңы болмайды. Бәрін өлтірсем тоқтайды дейсің бе? Алдымен Джокер, енді мыналар. Қашан тоқтатпақсың? Сатқындық аяқталғанда, адамдардың қорқынышы басылғанда, Брюс, біздің мақсатымыз негізі бір емес пе? Ата-анамды өлтіргендерден кек алғым келген. Мұны жасайтындай едім. Бірақ олар қалаған болашақ мұндай емес. Лойс те бұны қаламас еді. Болай бар, кінәні маған артпа. Қызғылт күн жарылғышы. Күшіңді тұмшалау үшін доғар болды. Қайғыны жең. Әлі де кеш емес. Сен болай. Сені әлі де дос санап жүрсем. Сол себепті сені тоқтатам. Кешірім сұраймын, Кларк. Жолама маған. Қараңдар, мен кімді таптым? Виктор Зац, психопат. Қанша ел өлтірдің? 121 ме? 121. Меніңше мынау енді адам болмас. Робин, жібер оны! Сен мәселеге емес, достарға қарсы күресіп жатырсың. Балам, ойлаушы да болма. Балам? Мені тәрбиелеген сен емес, қаншерлер әскері. Мәселе шешілді. Келесі кім? Құрып кеткір Дэмиан! Бізге бұған араласуға болмай. Өз жолыңмен жүргенің дұрыс, Бэтмен. Ал мен Суперменнің жағындамын. Дэмиан, менің қалағаным бұл емес. Сен қорқақсың. Бұл сүмелектер бізге соғыс ашты. Өзіңді одан үздікпін деп санайсың ба? Джокердің барлығын өлтіргеніне сен кінәлісің. Не Лойсты, не Джейсонды. Ешкімді де құтқара алмадың. Болды, доғар. Кетейік. Бірақ келісім ше. Кейін.
Супермен темір тордың ар жағында. Онымен менің туған ұлым Демиен де отыр. Бірақ біз олардан ешін айыптағанымызды ұмытпауымыз керек. Біз сақтығымызды төмендетпеуге тиіспіз. Уэйн мырза, сізді бұқаралық ақпараттарды тынышталдырғысы келе ме десем, сіз тек Готэм мен Метрополисті қайта құрып жатқан жоқсыз. Бірақ адамдарды сендіруге асықпасақ, Жасалған жарнамаға артық төлеген сен екен десем Люциус. қара халық тағы да жапа шегуден қорқып жүргенде, оларды қалаға оралуға көндіру өте қиын болады. Супермен бостандыққа шықпайды. Бұны жақсылап түсіндірдім. Бірақ ажайып әйелі қара адам Аквамен әлі де бостандықта. Мен білсем, олар әлі жауапкершілікке тартылған жоқ. Иә, бәрін бақылауда ұстау үшін бауырлық көзқарасты құрдыңыз. Бірақ қалың жұртшылық бұдан бейхабар. Бауырлық көз жасырын қалуға тиіс. Сонда жауларымыз жоқ дүниемен күресе алмайды. Олай болса, біз көп ақша бөлген жарнамашылардың кем дегенде бір кеңесін орындағайсыз. Қайсысын? Бірде Бэтмен, ал бірде миллионер плейбой болыңыз. Күндіз қалада жүріңіз, серуендеңіз, ең бастысы жүзіңізден күлкі кетпесін. Халық тек сен қуанышты кезде ғана қауіпсіздікті сезінеді. Ал екінші жұмысың басталды. Сондықтан Брюс, өз сенім шеңберінде үлкейткенің үшін, тіпті сен секілді адамда мұны жалғыз жеңіп шыға алмайды. Мына жер қонақ күтетін орынға мүлдем ұқсамайды. Дина, Оливер, тез жауап бергендерің үшін рахмет. Бала күтушіні тез тауып сенің жолың болды. Менің арғатам Готэмдегі алғашқы метроны салған. Бірақ қазір бұл жер Бэтменнің үңгірі. Ал бұл бауырлық көзқарас. Саураның көзіне қатты ұқсайды. Бақылау орталығы ма? Тек бұл ғана емес. Бұл байланыс орталығы планетаның барлық жер серіктері мен серверлерін біріктіреді. Және ол бізді келе жатқан қауіптер туралы ескертеді. Және қауіптермен күресуге көмектеседі. Мұнаның барын бақылау үшін бір данышпан керек. Данышпандарыңды білмеймін. Бірақ мен ғылым докторымын. Динаның байы. Айдаладан арнайы келдіңдер ме? Басқа әлемнен. Бірақ біз бұл өзгеріске разымыз. Бізді шақырғаныңа қуаныштымын, Брюс. Бірақ қазір барлығы тыныш емес пе? Бір нәрсе болды ма? Режимнің жойылуы жаһандық қорғанысты саңылаулар тудырды. Біз оларды мүмкіндігінше жоямыз, бірақ ресурстар жеткіліксіз. Харлин, оларға бәрін көрсет. Жақсы, қазір Бэтс. Горилла Горд, сайрайтын бәрінің сүйікті маймылдары. Ол ақымақтарды жинап, қауымдық деген топ ашқан. Менің Горилла Ситидегі агентім Гроттың бірден ойластырып жүргенін хабарлады. Бірақ біз нақты нені, қайдан және қашан екенін білмейміз. Біз бір ғана нәрсені білеміз. Пугало жақында городқа өлім батпағында жасырынған жерінен қорқытатын газ жіберді. Камарилла осындай. Бақытымызға орай менде масаға қарсы дәрі бар. Грот оны алмас үшін үшеуің осы газды ұстап қалуларың керек. Бізбен бірге көңіл көтеруге бармайсың ба? Өкініштісі Готэм жұртын алдарқатпай ешқайда кете алмай. Еш уайымдама, Бэтс. Мынандай топтың қолынан бәрі келеді. Мұнда қосылғаныма көп болған жоқ, білем. Бірақ Харлиге сенуге бола ма? Джокердің қазасынан кейін ол мүлдем өзгерді. Шамамен. Олар тезірек жүре алмайды ма? Сылбырлықтарың үшін Горилла Гроттың менің басымды жұлып алғанын қаламаймын. Уайымдама, Дэдшот. Ертеңге дейін шабуылға дайын боламыз. Ертеңгі? Ах, сорлы макака.
Ал керек болса, неткен кездесу. Қане мыналарға бас көз бол. Ал мен ана жақты тексеріп қайтам. Плюш, көріспегелі қай заман? Мұнда мына топастарды құрту үшін келдің бе? Плюш, неткен олжа. Плюш, сен мыналармен біргесің бе? Сенің бастығың Брюс. Табиғатты сақтауда белсендірек болуы керек еді. Бірақ ол тек Готэм мен Метрополистің бетонды қаңқасын ғана қайта тұрғызып жатыр. Мен үшін ол Суперменнен артық емес. Мына жаңа достарың табиғатқа жаны ашиды деп ойласаң, мен ойлағаннан да ақымақ екенсің. Грот өз сөзінде тұрады. Болмаса оны да өлтіруден тайынбаймын. Ох, сұлуым, неге мені мүжбірлейсің? Ау, сені осы жерден алып кетуге рұқсат ет. Екеуміз қайтадан қиындыққа тап боламыз. Барлық жігіттерді жынды қылайық. Сен не айтасың? Бұрын қызықты болған. Ал қазір маңызды шаруаларым бар. Ready for more fun? As long as it's rough. Енді сен үшін ешқандай кеш болмайды. Өз қорқынышыңа куә бол. Мына иісті жай ғана иіскедім. Ендеше саған менің жаңа формуламын айтын шығар. Қарсыласуға деген ниетің жоғары. Бірақ әркімнің қорқатын тұсы болады. Are you distressed? You singed my pigtails! Лезде асықтырды-ау. Біз әлі бітірген жоқпыз. Балақай, тек өзіңе қарашы, ересек көрінесің, қаһарманның кейпін танытып жүрсің. Бэтмен мен оның үңгірінде. Бірақ сен оны естисің, солай ма? Еден тақтайшаларының астына жасырылған сенің шынайы болмысың тырнап жатыр. Достарыңның көмейін кесетін. Ал сосын бірге күлеміз. Тәрбиелі қыз. О, Харли, сен мені тағы ренжіттің.
Мен не үшін тырысып жүрмін? Енді ешкім ерсі костюм киіп, өтірік күлімсіреп маған қалай өмір сүру керектігін үйрете алмайды. Арамызда ессіз махаббат орын алған шығар, Джей мырза, бірақ бұл өткен шақ. Харлиді шектеуге ешкімнің хақысы жоқ. Қане, зәкірді көтергенше үлгерейік. Болаймақ, менің қорғауымда. Батпақ бас, сені өлді деген еді ғой. Мен планетамыздағы барша өсімдік атаулыны күзетемін. Ал табиғат барда, мені өлтіру қолдарыңнан келе қоймас. Батпақ бас, қоя тұр. Бізге тиісудің қажеті жоқ. Біз жақсылық үшін күресеміз. Жақсылық па, жамандық па, адамдар мен үшін маңызды емес. Бірақ менің алқабым өртеніп жатса, мен шыдай алмаймын. Анам әрқашан нашар бағбан екенімді айтатын. Қалай, енді тыңдауға дайынсың ба? Пугала мен оның адамдары сенің жауларың. Олар дәл сенің аулаңда улы газды дайындап жатыр. Біз оларды тоқтату үшін келдік. Түсінікті. Егер олар қайта оралса, оларды өзім күтіп аламын. Ай, батпақ бас қошақан, неткен ақылды едің. Егер біздің қатарымызға қосылам десең, қуана-қуана келісер едік. Бұл жайлы ойлануым керек. Егер мақсатымыз тағы да бір болып жатса, мүмкін. Ал қазір кетіңдер. Табиғаттың жарасын жазуым керек. Кара, сен қайда болдың? Шамалы көкте болып дауыстарды. Сені байқап қойсашы. Мен саған қанша рет айттым, қандақтан тыс жерде жүру өте қауіпті. Адам менің кемемді тапқанша мен ондаған жылдар бойы ғарышта кипер ұйқыда жүрдім. Ал қазір мен осында тұрып қалдым. Өзіңді жайлы сезінуің үшін не істеуіміз керек? Мені босатыңдаршы. Диана, сен маған күшімді шығаруға көмектестің. Бұл әлем көмекке мұқтаж. Жер тұрғындары өте қапалы. Олар үнемі соғысып келеді. Кал-Элдің жоқтығынан осылай болып жатыр. Бэтмен бәрін бақылап отыр. Біз дайын болмайынша ол сен жайлы мүлде білмеу керек. Мен қайдағы бір маскадағы адамнан қорықпаймын. Мына қолмен желкесін үзермедім. Туыс бауырың да жасай алар еді. Ал енді, мына күштің пайдасы қанша? Егер тіпті Кал-Элді құтқара алмасам. Біз көмектесеміз, Кара. Диананы Фемиссирадан босатқанымыз секілді. Әлі ақ уақыт келеді. Кал-Элді босатып, Бэтменді жауапқа тартамыз. Алдын ала соққы бұл гротты тоқтатудың ең жақсы жолы. Бұл жұмыс жеке адамға емес, әскерилерге арналған. Әскерилермен байланысып көрдің бе? Әскер қазір жоқ, әзірше. Реттілікті жою үшін бізге бәрін жаңадан бастау керек. Ал енді,
әлгі Грот деген маймылды гориллалардың ортасынан суырып алып кет дейсің бе? Грот олардың альфалары. Біз оны жеңсек болды, ал қалғандары өзі беріледі. Бірақ оның қауымдастығының басқа жауынгерлерімен араласпаңдар. Олар біз ойлағаннан да бір тұтас әрекет етуде. Келесі аялдама Горилла Сити. Шамасы бала күтушіге жас ата-ананың әлде болса жұмыстарының көп екендігін ескерту керек. Дина, егер бұл тапсырма сендер үшін қолайсыз болса, орындарыңды көк қоңыз бен Файрштормға алмастыра алам. Жоқ, қажет емес. Бірақ шайқастан тыс қалғандарыңа біраз болды. Отбасыларың бар дегендей. Сен де біздің жақынымызсың, Брюс. Суперменге қарсы шешуші соғысты өткізіп алдым. Ал бұл жолы олай бола қоймас.